Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен Орео пирогының рецептімен бөлісемін. Ол пирогқа қажетті заттардың барлығын мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне қалдырамын. Пирогқа қажетті басты затымыз осылай Орео печеньесі қажет. Қамырына ұн, разрыхитель, какао, жұмыртқа, қант қажет, сары май қажет. Ал салмасына қаймақ, творог, қант және де бір жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға қант ұнтағын саламыз, яғни сахарная пудра. Үстіне сары майды саламыз. Ұнымыздың жартысын салып, жақсылап үшеуін араластырамыз, яғни майымыз бен ұнымызды крошка жасаймыз. Енді жақсылап араластырып алдық. Үстіне разрыхителімізді саламыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Какаомызды саламыз. Қалған ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырды қатты бар күштеріңізбен салып илемеңіздер. Себебі пирогымыздың қамыры қатты болып қалады. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық, мінекей осындай тығыздықта. Енді қамырымызды екіге бөлеміз. Бір бөлігін кішкентай бөлік қылып аламыз. Осы кішкентай бөлігімізді пакетке салып, морозильникке 15-20 минутқа қоямыз. Қазір пирогымыздың бетіне теркадан өткізіп жабатын боламыз. Ал қалған бөлігінің алып бетін жауып қоямыз кішкене 10-15 минутқа. Енді келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Енді салмасын дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға творогымызды саламыз. Үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. 2 үлкен ас қасықпен қаймақ саламыз. Үстіне кукурузный крахмал қосамыз. Және де қант қосып жақсылап араластырамыз. Осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Егер блендер болса, блендерден өткізсеңіздер де болады. Салмамыздың арасына осылай Орео печеньеміздің 45 бөлігін саламыз. Осылай 4 штығын алып, осы пакеттің ішіне салып, оқтаудың көмегімен ұсақтап аламыз. Егер сіздерде блендер болса, блендермен езіп қойсаңыздар жарайды. Мінекей осы ұсақтап алдық. Ұсақтап алған печеньелерімізді творожный салмамыздың үстіне саламыз. Печеньелерімізді салдық. Енді жақсылап араластырып аламыз. Менде 26-лық диаметрлік формаға осылай қамырымызды жайып шықтық. Шет-шеттеріне осылай бортиктерін шығарасыздар. Салмасы ағып кетпеу үшін әдемілеп біркелкі қылып жасап шығамыз. Енді ішіне творожный салмамызды саламыз. Салмамызды салып болдық. Енді бетіне морозильникте қатырған қамырымызды осылай үккіштің көмегімен өткіземіз.
бетіне үкіштен қамырларымызды өткізіп алдық. Енді 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз пирогымызды. Пирогымыз дайын болды. Осылай бетіне орео печеньелерін қойып әсемдеуге болады. Мінекей осылай шықты арасы. Дастарханымызға ұсына беруге болады. Өте әдемі болып шықты. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Керемет болып шыққан. Жүп-жұмсақ, дәмі де керемет сияқты. Дәмін көрейік. Ауызға салсаң еритін пирог болып тұр. Дәмнің өзі күшті шыққан. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті қарапайым үй жағдайында бар заттардан жасалынатын рецепттер бар.